қазір сізді еңлікпен көп қосып жатады? Махаббат үшін барлығынан бас тартуға болады. Менде талап жоқ. Менде ең бастысы мен қандай адаммын, мен қалай бармын. Егер соның алдында өзімді солай көрсете алсам. Керісінше жаман пікірлер көп болса, ол кішкене жастың сағын сындыруы да мүмкін. Егер ондай сөзді естісем, онда екі оттың ортасында қалатын сияқтымын. Көрермендерден кешірім сұраймыз. Кинодағы Санат сериалда өмірде тура Ғалымжан дейді. Барлығын ашып, ештеңені жасырмай айтамыз деген ойдамын. Ассалаумағалейкум көз қарақты көрермен, назарларыңызды Леп подкаст, әдеттегідей мен Арнат Дүйсен және менің жанымда әріптесім, бүгінгі Леп подкастының жүргізушісі Даяна Тоқберген. Саламатсыздар ма? Бізді көріп жатқандарыңызға көп рахмет. Соңғы шыққан видеоға қатысты сондай белсенділіктеріңізге өте ризашылығымызды білдіреміз, және біз кез келген шығарылымның астындағы пікірлердің барлығын оқимыз. Сіздер жазған сын пікірлер орынды және алдағы уақытта ескереміз. Халық қаласа хан түйесін сояды деп қазақ бекер айтпаған болар. Көпшіліктің сұрауы бойынша бүгін бізде студиямызда ерекше қонақ, Қыздың жолы телесериалының басты рөлін сомдаған, Санаттың рөлін сомдаған Ғалымжан Аягөзов. Қош көрдік тағы да. Шақырғандарыңызға рахмет. Елеп ескеріп, келіп, шай ішіп отырып әңгімелесейік деп. Соған рахмет. Қош көрдік. Соны Алматыдан ат терлетіп келгеніңізге көп рахмет. Иә, осы жаңа жарты сағат бұрын түстім жолдан. Көңілге өте керемет. Барлығын ашып, ештеңені жасырмай айтамыз деген ойдамын. Бастайық ендеше. Жақсы, бастайық. Алғашқы сұрақ менен болсын. Сізді көрермен Қыздың жолы телехикаясынан таниды. Ол сериалға қалай келдіңіз? Кастинг болды ма? Сол басынан бастайық. Иә, мен осы қателеспесем мамыр айында өткен жылдың қыздар жазған болатын, осы кастингтің қыздары. Ғалымжан мырза осындай 100 бөлімді телесериал түсірейін деп жатырмыз Қазақстан ұлттық арнасында. Біздің көрермендерге айтарым, бізде негізі франшизамен көшіріп алу деген нәрсені көп шатастырады. Бізде негізі бұл сериалдың толыққанды құқығы бар. Франшизасымен өздерінен рұқсатын алып, қазақша нұсқасын түсірейміз деген. Ал көбісі ойлайды екен көрермендер, ой, сол бұрынғы баяқты түріктің сценарийі, соны көшіріп алған деген нәрсе. Сол арқылы келдім, басында келген кезде енді сценарийін оқыдым да, енді ол кезде әлі толық сценарий бітпеген. Келдім, пробаға қатыстым, кастингтен өттім, сонымен басында ұнаған жоқ. Өтірік айтпай қойын, ұнаған жоқ. Мен ол кезде өзім бір денсаулығым сыр беріп, ауылға кетем деп бір дайындалып жүргем. Оның алдында ауылға бармағаныма 3 жылдай болып қалған, 2-3 жылдай. Ауылды сағынып, сөйтіп кастингті өткіздім де әйтеуір. Қойшы деп, ауылға кетіп қалдым. Ауылда бір айдай емделдім. Сол бір айдың ішінде енді көп болды кастинг. Ұзақ болды. Ұзақ болды. Басты рөлге, қосымша, эпизодтық рөлдерге актер, актрисалар таңдау, облысты аралап барлығынан. Эпизодқа түскен актерлар да көп болды, Өте көп болды. Мен енді көрермен қазір жартысына келген шығар сериалдың. Әлі алда талай кейіпкерлер шығады. Әлі алда неше түрлі оқиғалар болады бір-бірімен. Енді 100 бөлім деген оңай емес. Сонымен бір айдан кейін жаңа кастингтегі қыз хабарласты. Ғалымжан мырза осындай бұйырса бір айдан кейін бастаймыз жобаны. Бір алдағы бір аптада Алматыға келіп, келісімшартқа қол қойып кетесіз бе деп. Мен басында отказ бердім. Отказ деген сөзіме кешіріңіздер енді. Иә, бұл жерде астын сызып айтты. Жоқ, айта беріңіз, өзіңізге қалай ыңғайлы. Басында отказ бердім рөлден. Ренжімеңіздер, мен ауылда емделіп жатырмын. Денсаулығыма байланысты. Қазір бара алмаймын, өкінішке орай, басқа актер іздей беріңіздер деп. Сонымен енді кастингтің қыздары дей алмады маған. Бір кезде продюсерлі шықты өзі. Режиссер ағаны өте жақсы танимын. Себебі менің ең алғашқы
киноға қадамды ашқан сол кісі болатын, Ильхам Жалилов деген, біздің екінші юниттің режиссері. Сол кісі өзі шықты. Ғалымжан, осындай қайырлы күн, біз сені ең басты рөлге қарап жатыр едік. Қыздар жазып отыр саған, сенің тарапыңнан бір қызығушылық танытпай жатсың ғой, неге деді. Бұл қалай болған деген сияқты. Аға, ренжімеңіз енді, осындай денсаулығыма байланысты. Маған бір азғантай уақыт беріңіз, мен дәрігермен кеңесіп, егер рұқсатын беріп жатса, болды, жүре бер деген сияқты. Мен онда келсем дедім. Сөйтіп дәрігерге бардым, ол айтты, қашан басталады, бір айдан кейін басталады, бір айға дейін онда уақытың бар. Толықтай емделуге алды. Толықтай емделуге уақытың бар, келісе берсең болады деді. Сонымен бір күнге Алматыға барып қайттым. Өздері шақыртып алды. Жаңағы келісімшартқа қол қою керек. Сосын мен ол жерде бір күтпеген оқиға болды. Екінші режиссер келді. Төлеген Бейсет деген ағамыз. Өте мықты, дарынды режиссер. Көре алатын, актердің бағын аша алатын. Менің мысалы дегенше. Иә, оның ішінде Режиссерға ең қажетті қасиеттердің бірі ғой бұл. Бұл режиссердің бағын ашатын актер, актердің бағын ашатын режиссер негізі. Ол театрда да, кинода да солай. Сонымен дәл сол күні проба өтем деп тағы да кім ойлаған? Режиссермен проба өттім тағы да. Барған кезде ана кісінің түрі қатты таныс болды маған, Төлеген ағам. Қайдан көрдім деді. Кімде оқыдың деді. Біз енді сөйтіп сұрайды ғой актерлардан. Кімнен бітірдің деді. Кімнің шәкіртісің деді. Қайда оқыдың? Аға, осындай Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, өнердің ордасы, қара шаңырақ. Ұстазым марқұм Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Оразхан Кенебаев, профессор. Дариға Тұранқұлова, еңбек сіңірген қайраткер, профессор. Еңбек сіңірген қайраткер Әсет Иманғали. Оразхан ағаның шәкіртісің бе деді сонымен. Иә деді. Інім екенсің онда деді сонымен. Аға, мен сізді бір жерден көрген сияқтымын дедім, сол жерде жасырмай. Асында бірге болдық қой деді. Жерлеуінде. Иә. Сол кезде есіме түсті ғой, қайдан көргенім. Өйткені біздің Оразхан ағайымыз марқұм жиі айтып отыратын ол кісіні. Менің осындай інім бар, Төлеген деген. Кинода режиссер өзі. Күнде үйге келеді, сценарий талқылаймыз. Мынандай жетіспей жатқан ақылдарын сұрайды. Постоянно үнемі айтып отыратын. Сол ағам екен. Енді ол кісі де өзі біздің Оразхан ағадан білім алған, көп тәжірибе жинаған кісі ғой. Пробаның кезінде белгілі болды. Мен енді ол жерде кәсібилігі партнерсіз өттім да. Өзімнің әріптестерімсіз, актер, актрисасыз өткеннен кейін қиын болды бірден кіріп кету. Сонымен енді актерский задача бар ғой, соны берді. Дәл біздің ағайдың методикасы. Дәл сол ағай. Бір мектеп, бір школа дейді ғой. Мәссаған. Шықты ғой. Бәсе сен өйстіп шығармаса болмайды екенсің деді. Сонымен өте тіл табысып кеттік, жақсы тіл табысып кеттік. Сол жерде бекітті. Сөйтіп Қыздың жолы сериалына осылай өткен болатын. Демек, ең бірінші ұсыныс бірден басты рөлге болды ғой. Ең басында қыздар хабарласты деген кезде. Басты рөлге келіңіз деп хабарласты. Басты рөлге келіңіз деп хабарласты. Енді мен естуімше біраз актер таңдалған басты рөлге, менен басқа, менің алдымда. Ұсыныс басқаларға да айтылған. Басқаларға да айтылады енді. Енді соңында бағымыз жанды ма? Сәтті шықты деп ойлаймын, көп іздегенге тұрарлық. Иә, көрерменнің, халықтың көңілінен шығып жатыр. Ал бұл ең алғашқы басты рөл ма? Бұған дейін қандай фильмдер болды? Менің бұл ең алғашқы емес, менің ең бірінші жобам Астана каналында Жүрегін деген сериал. Жүрегін? Жүрек үні. Жүрек үні деген сериал. Ол жерде де басты рөл болатын. Сол Ильхам Жалилов режиссер. Одан кейін эпизод кетті. 111 сериалында. Ол жерде енді 4 юнит түсірді. 4 режиссер, 2 ай түсірілген жоба. Сол жерде эпизод болды. Одан кейін Абылай Ашимов деген жаңадан бастап келатқан ағамыз режиссерлік етіп Адасқан деген жоба түсірді. Сол Freedom Mediaның қазіргі ең бірінші ашылып жатқан кезі.
ашылып жатқан кезінде сол адасқан деген өте тақырыбы ауыр. Енді бұл жерде сөздік шектеу жоқ қой. Жоқ, айта беріңіз, еркін Кез ғой. келген. Педофилдер туралы. Сол педофилдің өрбіп жатқан кездері біздің Қазақстанда сол туралы сериал түсірген болатын. Сол жерде мен басты рөлді сомдадым. Педофил болдыңыз ба? Педофил болдым, иә. Соның оң қолы болдым. Кезінде сондай жағдайды бастан кешкен жас жігіт. Қазір енді андай сөз бар, детский травма деген. Соны сомда шыққан болатын. Сол сериалдан кейін, жарты жыл паузадан кейін осы қыздың жолына ұсыныс келді. А сізге қай жанр жақын екен? Актерға қай жанр жақын екен деген, Оң жамбасыңызға екен? оң жамбасыма менің негізі драма негізі қатты жақын. Драма, трагедия деген жанрлар. Білмеймін, бір бүйрегім тартып тұрады. Жамбас, бүйрек. Ағзалармен Ал жүргіземін. санатқа келейік. Санат пен Ғалымжанның жалпы қандай ұқсастығы бар, мінездері сәйкес келе ме? Өмірде қандайсыз? Өмірдегі санат қандай? Еңлік арасында қалжыңдап айтады. Кинодағы санат, сериалда өмірде тура Ғалымжан дейді. Жоқ, мен айтамын, көрермендер де сұрайды, сіз өмірде осындайсыз ба? Жоқ, айырмашылығымыз негізі жер мен көктей. Санат қандай? Санат өмірде кішкентай кезінен бастап әке шешесінің мейіріміне бөленбеген, енді ол отбасыда бүкіл мәселе ақшамен ғана шешіліп үйреніп қалған. Не жеймін, не ішем демейді. Қалағанның бәрін істей алатын бала ғой, енді еркелікте өскен. Ішкен алдында, ішпеген артында. Иә, сондай бала өзінің қалағанын істеткен, үйренген. Ал мен енді өте қатты еркемін дейді. Үйдің үлкені болсам да, әке шешеме өзім ашық сөйлесем, емін-еркін сөйлесем, еркелейміз бір-бірімізге. Ондай асып тасып баратқан ештеңеміз жоқ. Қарапайым баламын, отбасымын. Отбасыңыз туралы айтып қалыңыз. Ата-анаңыз, бауырларыңыз, қай жақтың тумасысыз? Осы жөнінде айтып Мен өтсеңіз. Маңғыстау облысы, Ақтау қаласының жанында Бейнеу ауданында. Сол жақта туылып өстім. Маңғыстау мынау құмдау таймақ деп кезінде жырлап кеткен саурадай. Сол жақтың, сол өңірдің тумасымын. Батыстың жігітімін. Ата-анаң сол жақта тұрады, иә? Ата-анам сол жақта тұрады, иә. Ата-анам жас кісілер ғой, негізі. Сол мамам қарапайым дәрігер. Әкем көлік жүргізушісі. Осындай қарапайым отбасынан шықтық. Енді менің отбасым бір өнерге жақын деп айта алмаймын. Атамнан дарыған болу керек мүмкін бұл қасиет. Атаңыз Атам өнерге жақын болған. ән айтқан ба? Әкем де жақын. Әкем аспаптардың құлағында емін-еркін ойнайды. Слуховой аппараты өте мықты тамаға. Кез келген аспапта ойнап кете береді. Енді білмеймін, мен әке шешеме бір риза болатын. Мен өнерге барам деген кезде бетімен қаққан жоқ. Сіз өзіңіз шештіңіз? Мен өзім шештім. Өзім шешкенде Қай қалай уақытта шештіңіз? Біз мектеп кезінде жаңағы көріністер болып, мектеп аралық көріністер, соған қатысатын, сосын мәнерлеп оқу сайыстарына қатысып, республикалық деңгейде басты жүлдені алып, сөйтіп жүрген кезде 9-ға дейін мен негізі жақсы оқыдым мектепте. Ер балалардың бәрі 9-ға дейін жақсы оқыды. Үйдегілер өзі айтып жүрген, сен медик боласың, сен дәрігер боласың деп. Өйткені менің мамам дәрігер, менің нағашыларымның барлығы дәрігер. Атам да. Иә, негізі көбіне дәрігерлердің отбасынан шыққан балалар. Иә, сол жолды қуады ғой негізі. Иә. Сен қайдан шықтың өнерге деп ешкім айтқан жоқ. Сөйтіп, жақсы бара ғой деді. Өзің біл, өзің қара. Бетімнен қақпай белімді болды керісінше. Сөйтіп, зерттедім. Қазақ ұлттық өнер академиясында кім бар? Мен негізі басында диктор боламын деп түскен. Иә. Себебі біздің Жүргенов академиясында енді жан-жақты ғой бағыт. Иә. Мен соны зерттей келе профессор
Дариға Тұраңғылованы тауып алдым. Біздің апайым жаным сол. Өте жақсы көремін. Ол да мені қатты жақсы көреді. Сахна тілі пәнінің оқытушысы. Бізде мынандай бөлім бар. Сөз сөйлеу жанрының артисі деген. Речевой жанр. Бағыты драма және кино және театр актер ғой негізі. Бағытымыз бәріміздің бір. Бәріміз сол бір спектакль қоямыз, бәріміз бір сол бір нені ойнаймыз. Бірақ біздің курстың бір ерекшелігі сахна тіліне қатты мән беретін. Акценттің барлығы сол жаққа қойылады. Дикция, тіл тазалығы, сондаймен біз көп жұмыс жасаймыз. Ата-анаңыз сізді демек кішкентай кезіңізден қандай шешім қабылдасаңыз да қолдайды, иә? Әрине. Жауапкершілік. Қазірге дейін қолдайды, иә. Бауырларыңыз Үйдің тұңғышы болғаннан кейін ба? Үйдің тұңғышы болғаннан кейін дегенде, үйде өзі 2 ағайындымыз. Менен кейін 5 жасар кіші інім бар. Сол 2 бала. Енді бір қарсы келіп көрмепті осыған дейін. андай отбасылар болады ғой. Баланы тыңдап, ұрыспай, сондай сияқты. Жоқ, ұрсады. Ұрыспайтын сияқты Ғалымжан айта ғой деп. Енді Жоқ, ұрысатын түбін түсіретін сияқты ғой. таяқты да жедік. Ой, 9-шы классқа айттым ғой, жаңа ер балдар өзі 9-ға дейін таяқ жейтін шығар. Таяқты да жедік өлтіріп, әкемізден де шешемізден де дұрыс емес нәрсе болса айтады. Қыса ғой деп. Орныңды біл деп. Иә, енді мен Бұзық болдыңыз ба әңгімеге сонда? жақынмын. Мен енді ақылдасқанды жақсы көремін. Әкеммен былайша айтқан кезде дос сияқты араласамыз. Мына бүйтсем қалай болады, мынаны істесем қалай болады, ойларың қандай деген сияқты. Біраз әңгіме айтамыз. Енді менің достарым таң қалады. Енді біз видеозвонокпен сөйлескен кезде бір 2 сағаттап кетіп қаламыз үйге жеткенше. Олар сөйлессе, ары кетсе, ұзақ кетсе 2-3 минут қой енді. Иә, қалайсыңдар, не істеп жатсыңдар ғой. Бәрі дұрыс болса, бәрі дұрыс па болды. Иә, сондай. Ал мені көреді, не айтасыңдар сендер осы үйдегілермен дейді. Жақсы ғой, иә? Ол керісінше жақсы Иә. сияқты. Ақылдасып, сөйлесіп отқан. Бала күніңізде анаңыз қатал болды ма, әкеңіз қатал болды ма сізге? Екеуі де қатал болды. Иә. Екеуі де қатал болды. Қорқатынмын мен. Енді ұл бала шешеге жақын болады дейді ғой. Мен 3-ші курсыма дейін әкеммен бір ашылып әңгіме айтпайтын негізі. Сол 3-ші курста оқып жүрген кездері бір бұзықтық жасап, сөйтіп соны айтуға тура келді. Папа деп өзі әкем жұмыста жүрген кезде не болды? Ай бала саған не болып жүр деп сұрады. Жігітті намыс өлтіреді демек шандай іштей намысым қайнап бара жатты да сонымен Әкеңізге айттыңыз, ол сізге түсіністік танытқаннан кейін екеуіңізде сондай бір екеуі ара ашық әңгімеге ұласып тұр ғой сол сәтте. Сол кезден бастап, әлі күнге дейін, сол кезден бастап қой. Демек, сізге де сабақ. Бала, вот айтып отыр ғой. Мен бала бұзықтық жасасын ба енді? Жоқ, жаңағыдай бала бұзықтық жасап саған айтқан кезде, сен оған қолдау білдірсең, ол келесі жолда саған ашық айта алады деген сөз. Енді кешірімді бұзықтық деп отыр ғой, енді көреміз оған. Жақсы, әңгімемізді жалғастырайық. Жақсы. Отбасым осылай. Қарапайым кісілер. Ары қарай кеттік. Қазір сізді еңлікпен көп қосып жатады. Халық бірге көргеннен кейін. Қазір қандай қарым-қатынастасыздар? Доссыздар ма, әріптес, әлде одан жақынсыздар ма? Біз енді сериал басталғалы осы мен негізі түсірілім барысында еңлікпен тіл табысым өте ауыр болды. Басында. Өзінше болып қалған қыз шығар деп ойладым енді. Біздің керісінше Мединамен қатты тіл табысып кеттік. Майра бар ғой. Майраның рөлін сомдайтын актриса Медина. Ең бірінші танысқан күні жақын дос сияқты араласып кеттік. Ал еңлікпен араласып кетуіміз өте қиын болды. Қаншасыншы күннен кейін еңлік негізі кішкене маған ұқсайды екен, ортаға бір сіңісіп кету қиын. Екеуіңіз бір күнде туылғансыздар ғой. Қайдан білесің? Жақсы, жалғастырайық. Сөйтіп бір ай өткеннен кейін шығар. Бір ай өткеннен кейін, осылай екен ғой, ақасы өзіміздің адам екен ғой деп. Білмеймін, түсірілім барысында өзіме қатты білінбеді. Еңлікпен экранда қалай көрінеміз,
коннект дейді ғой. Химия. Иә, химия арамыздағы көрерменге жеткізе аламыз ба, махаббатты жеткізе алмаймыз ба деген іштей бір сұрақ болды. Ол сұрақтың жауабы табылды. Көрерменнің кері байланысынан ақ белгілі деп ойлаймын. Себебі өмірде көптеген хаттар келіп жатады. Өмірде қосылсаңыздар, жұп болсаңыздар өте керемет болар еді. Ары қарай бұл сериалдағы махаббат өмірде жалғасын тапса керемет болар еді дейді. Жоқ. Еңліктің өз өмірі бар, менің өз өмірім бар. Біз тек қана әріптеспіз. Біз жай ғана доспыз. Дос әріптес ретінде ара қатынасымыз. Осылай. Ал махаббатқа ұшырайтындай ештеңе жоқ. Андай сөз бар ғой, махаббат үшін бәрінен бас тартуға болады деген. Бұл пікірмен қаншалықты келісесіз? Махаббат үшін барлығынан бас тартуға болады. Оны санат дәлелдейді сериалда. Өмірде ақшасыз да біраз дүниеге қол жеткізуге болатын, махаббатпен де қол жеткізуге болатын іңкәр оған дәлелдеп береді. Себебі санат ретінде айтайын, барлығын ақшамен шешіп болған жігіт қой енді. Іңкәрдай қызды кездестіргелі, оның көзқарасы түбегейлі өзгереді. Сол арқылы енді махаббатпен біраз нәрсеге қол жеткізуге болады мен ойымша. Ал өмірде өзіңіздің ғашығыңызды кездестірдіңіз ба? Жоқ. Ғашық болмадыңыз ба бұл уақытқа дейін? Ғашық болдық. Білмеймін, енді қазір жоқ енді. Басым бос. Қыздар жазса болады. Қандай қыздар жазу керек? Қандай бір талаптары бар ма? Жоқ, мен талаптарым. Өнер жолында болу керек, немесе болмау керек деген секілді. Ол ашық қыз болуы мүмкін, сөйлеп қалған, немесе тұйық, көп сөйлемейтін қыз болуы мүмкін. Адай қыз керек па? Енді көп жігіттер, көп қыздардың талабы бар ғой қазір. Менде талап жоқ. Менде ең бастысы мен қандай адаммын, мен қалай бармын. Егер соның алдында өзімді солай көрсете алсам, онда болды, басқасы бәрі шешіліп кетеді деп ойлаймын. Себебі мінез андай болу керек, күнде бүйтіп отыру керек деген менде ондай бір қатал тәртіптер жоқ. Ең бірінші талап, енді әр қыз басқа үйге келін болып бара жатқан кезде әке шешесіне қызмет ету керек қой енді. Әке шешемнің көңілінен шықса, маған да ондай абырой керек емес. Балам кімді әкелдің деген сияқты. Егер ондай сөзді естісем, онда екі оттың ортасында қалатын сияқты. Сондықтан да өзіңнің жартыңды кездестірген кезде адам іштей сезеді. Мына менің адамым ғой дейді. Себебі онымен бірге ақылдасасың, сөйлесесің, сөйлеген кезінде белгілі болады. Сенің ойың бір жерден шыға ма, шықпай ма. Сол сияқты қалай бармын, солай көрсете алсам, болды. Маған содан артық керегі жоқ. Өзіңіз red flags па, green flags па? Білмеймін. Қандай талаптар қойсыз? Негізі осы сұраққа әркім өз жауап беру керек болса да, мен red flag немесе... Мысалы, сен сары флагсың. Ортасы ма? Ортасың. Бірінсе қызыл жаққа ауысып кетесің, бірінсе жасыл жаққа ауысып кетесің. Green flag, red flag деген дүниеге мен өз басым түсінбеймін негізі. Мен былай түсінемін, жаңағы red flag деген қыздарға қолайсыз, green flag деген қыздарға қолайлы деген. Иә, сондай ғой негізі. Қыздардың шығарып алған дүниесі ғой негізі. Өздерінің ыңғайына қарай көңілдерінен шықса green flag, көңілдерінен шықпай қалса бір жерден қателік кетсе, тыйым салса, иә, red flag деген сияқты. Red flag екенсің ғой дейді. Жаңағы әңгімеге қайтып оралуға тура келеді. Өзара түсіністік қой. Бұл екі ортада түсінісе білсе, жаңағы red flag, green flag деген әңгіме болмайтын сияқты. Екі жастың ортасында. Сіз оған мысалы қандай да бір тыйым салуыңыз мүмкін ба? Мысалы, ол қысқа киетін қыз болуы мүмкін, бірақ өзара түсінісіп тұрсыздар. Оған айта аласыз ба, мысалы? Өзіңізді оның алдында еркін сезініп тұрсыз. Иә, ұзын кисең деп талап қоя аласыз ба? Әлде солай қабылдайсыз ба? Менде ондай талап жоқ. Ұзын ки, енді қысқа дегенде енді қатты кетіп қалмайтын шығар былай. Өзіне жарасымды болып тұрса, киесін әрине.
енді артық шектен шығып кетпесе болды. Сондай. Түсіністік деген жаңа айтып отырған сол ғой. Ана бізге спикерлер қыздар келетін болса, қыздардың ойын Даяна маған жеткізіп отырады. Бұл кісі мынанды айтқысы келді, солай. Мен бүгін сізге түсіндірейін. Маған түсіністік деп айтып отырған сол ғой. Ол қыз қандай киім киетінін бұл кісімен ақылдасып, екеуі ара түсіністік арқылы бір шешімге келеді ғой. Күніге таңертең звондап, мен осындай киетін едім деп айта алмайсың ғой. Сатып алатын кезде мүмкін ақылдасатын шығар. Маған жарасып тұр ма деген секілді. Қыздар ақылдаспай ма сатып алатын кезде? Жоқ, не үшін ақылдасады? Мен ақылдаспай алу керек. Өзіне ұнаған. Сен мысалы бір барып киім алайын деп жатсың. Сауда орталығында жүрсің. Ұнады, кидің, алдың, болды. Оны неге сен жібересің? Керек кезінде, мен ойымша керек кезінде екі жақта бір-бірінің ыңғайына жығылу керек сияқты. Керек кезінде. Иә, бұнымен келісемін. Мысалы енді отбасының көзінше қысқа киініп жүре алмайды ғой қыз бала. Мысалы әке-шешесінің алдында, жігіттің әке-шешесінің алдында. Ата-енесінің алдында. Иә, ата-енесінің алдында. Сол кезде қыз жігіт жағының ыңғайына жығылып, ал былай өзің қалаған кезінде жігіт қыздың ыңғайына жығылып жүрсе, онда арада ешқандай келеңсіздік болмайтын сияқты. Мен де солай ойлаймын. Отбасы деген сен ғана әрқашан дұрыссың, немесе мен ғана әрқашан дұрыспын деген сөз емес. Қажет жерде жаңағыдай екеуміз келеміз. Жақсы. Мен сұрай салайын, сіздер жақта сәлем салады, иә? Демек сіздің келіншегіңіз болашақта сәлем салады. Сәлем салады әрине. Біз жақта Маңғыстаудың негізі өзім өте жақсы көрем дәстүрін. Бізде енді бір асып бара жатқан қатал тәртіп дәстүр жоқ. Келіндері Маңғыстаудың өте келіндер еркін, батыстың келіндері еркін болады. Өздерінің келіндік киімдері бар, өте әдемі, барлығы формасы. Барлығы орамал тағып, ұзын көйлек киіп. Мен көп кісілерді білемін, батыста келіндер, батысқа келін. Ондай қатты тыйымды байқалмайсың. Еркін жүреді, еркін. Негізі сырт киімін дұрыстап алып еркін жүре береді дейсің. Келесі сұрақ мынандай, бізде соңғы Еңлік Айымғазымен болған сұхбатта біраз пікірлер жазылды көрермен тарапынан. Соның біреуін оқып берейін. Бәсе, мен үлкен апамын, бірақ фильмнің басынан ойладым. Ой, мынау түрік сериалдарына ұқсас екен деп. Ойым дұрыс екен, жақсы түсірілім. Артистер де шебер. Енді Райхан нағыз қатты ене, жартпай қалдым дейді. Себебі тамаша ойнайды дейді. Дәрия Жүсіп туралы. Бұл кісінің айтып отырғаны жаңағы сендіре алу. Сондай қатал ененің рөлін ойнау деген. Өмірі көрмеген адамын жек көріп отыр ғой. Иә, жаңа бізде айтамыз ғой, кез келген көрермен сол киноның, сол сериалдың ішіне кіріп кететін болса, ол өтімді болады деген сөз. Жалпы бұл жерде актерлерге қандай қиындық туады? Кейіпкерге ену, көрерменді сендіре алу деген секілді. Осы қыздың жолын алып қарайықшы. Кейіпкерлерге енді жаңа Дария Жүсіп апайымыз айтып жатыр ғой. Райхан енді бұл сериалда өте өзінің образын айқын түрде аша білген актриса ғой. Енді көрермендер жек көріп кетті. Енді татауы жек көріп кеткен соншалық неше түрлі хаттар келеді. Мен енді арасында қалжыңдап сұраймын. Райхан сияқты енеңіз болған қалайсыздар ма деп. Қыздардың барлығы, ой жоқ, құдай сақтасын, ондай енеден құдай сақтасын. Неге деймін ғой? Сериалдың басындағы Райхан мен соңындағы Райханның айырмашылығы өте жер мен көктей болады. Көрермендер. Өте өзінің кейіпкерін аша білген, тиянақты жұмыс жасаған біздің Дария апайымыз. Енді кейіпкерді зерттеу біздің жалпы сериал, телеканалдардың бір өзімнің бір көңілім толмайтын жері, бізде уақыт аз, жоспар тығыз болады. Тез үлгеру керек болады. Тез үлгеру керек. Даже кейбір кезде мен шатасқан кезім болды. Так, Санат, мына жерде қалай едім мен? Мынаның алдындағы сахнаны сұраймыз. Бәрін ашып, қайттан тексеріп кетеміз. Так, мына жерде Санат не істеді? Бұл қайдан келді? Бұл кезде қатты ма еді, жұмсақ па еді деген секілді. Сондай сияқты көңіл күйді шатастырып алатын кезіміз болады. Сол уақыт аз бізде, барлығын үлгеру керек, барлығы бір форматта, барлығы бір неде.
уақыт те аз болғандықтан тез өтіп шығасың да. Андай бір уақыт берілмейді. Асықпай, зерттеп, мына жерді былай по кускам жұмыс жасауға бізде уақыт берілмейді актерларға. Енді барынша аша білдік деп ойлаймын. Егер ашылмай қалған кезіміз болса, көрермендерден кешірім сұраймыз, әрине. Сосын біздің сериалдағы, Қыздың жолының сериалындағы ең маған өзіме қиын болғаны бізде 2 юнит, 2 режиссердің болуы. Себебі екеуінің почеркісі екі түрлі. Түсіру стилі. Екеуінің де актерлармен жұмыс жасау екі түрлі. Бір күні Төлеген ағамен жұмыс жасасаң, екінші күні Ильхам ағаға барсаң, ұмытып қаласың, шатасып қаласың. Өзіңнің характеріңді, өзіңнің линияңды ұстау өте қиын болып қалады. Сондай қиындықтар туды біздің түсірілім барысында. Енді уақытта жаңа айттым ғой. Тез өтіп шығасың, жарайды деп. Соның өзінде де жақсы туынды шықты деп ойлаймын. Мен құрметті көрермен, сіздердің нелеріңіз қандай, пікірлеріңіз қандай, жаза кетіңіздер, көңіліңізден шығып жатыр ма, әсіресе Санат? Ол оның үстіне жас таланттарға, жас актерларға үлкен қолдау ғой. Мысалы, сізге жақсы пікір жазса, сіз түсінесіз, әрі қарата осыған талпынасыз. Керісінше жаман пікірлер көп болса, ол кішкене жастың сағын сындыруы да мүмкін да. Жоқ, біздің ұстаздарымыз сынға өте қатты дайындады. Біздің методика, біздің школа былай болатын. Біз бірінші курс болып түсеміз ғой. Сол кезде сахнаға шыққан кезде сенен басқа 19 студент саған сын айтады. Вау! Бірден келе салып? Бірден келе салып. Ал енді ойлаңыздар. Неше түрлі сын кетеді ол жерде. Ол жануар етуден бастап адам, одан кейін сөзге көшесің, мәтінге көшіп, ол кезде әрекет кеткен кезде, ана жерде неше ағайыңның сыны ол бір бөлек. Құрдасың, замандасың сыны, замандасың сыны, ол сол құлақ үйренеді. Біздің аға айтатын, сын айтқан адаммен дос болыңдар. Ол сені жаман болсын деп айтпайды, ол көріп тұрған нәрсесін айтады. Сынды қабылдай білу де өнер. Егер сынды қабылдай алмасаң, онда сенен, білмеймін, актер шығуы не қайбіл. Сынға дұрыс көзқарас керек. Бізде, білмеймін, қазір жастарда қалай екен, менің ойымша сынды көтере алмайтын сияқты қазір жастар. Қазір енді көп жерде болып жатады, премьера болып жатады, көңіліне қарайсың да, мақтай салайыншы дейсің ғой. Негізі көріп тұрген дүниені айтпайды бізде. Ол театр болсын, театрдағы қойылым болсын, немесе кинодағы жаңадан шығып жатқан туындылар болсын, мына жер онша емес деп айта салмайды ешкім қазір. Негізі айтқан дұрыс. Негізі айтқан дұрыс. Қазір бәрі көңілге қарайды. Дұрысшылатып айтады дейді ғой. Сол біздің қазақтың бір кемшілігі көңілшектік шығар. Көңілге қарап айту, осыны ренжітіп алмайыншы деп өтірік мақтай салу. Жақсы болды деп. Біздің ағайымыз ондай емес еді. Біздің ағай сынды айтқан кезде, енді Әуезов театрында, Әкем театрында 40 жыл қызмет еткен тұлға ғой. Сонау Әзірбайжан Мәмбетовтермен, Болат Атабаевтармен кәдімгідей аңыз адамдар. Солармен сөз пікір таластырған адамдар. Мысалы, қазір айтып жатыр, сын айтатын маған 19 адам деп. Мысалы, бұл андай, қалай айтсам, сол саланы оқығаннан кейін сондай иммунитет қой. Сол үшін де адам айтады жаңағы, мал сойса да қасапшы сойсын деген. Қазір мысалы фильмдерге де кез келген саладағы адамдар түсе береді. Ал негізінен мысалы шынымен де сол саланы оқыған, білген адам болса, қандай күшті, мысалы жаңағын өзінде, мысалы бұл кісі 4 жыл оқыды, 4 жылдың мысалы бірақ мысалын айтып отыр да, соның өзінде біз таң қалып отырық та. Бәрібір де сонда ол оқығанның, сол саланы білгеннің пайдасы да. Демек, қай салаға барсаң да сол саланы бәрібір де білімін алу керек. Өте дұрыс айтасыз. Біздің айтайын десең қазір тағы біреудің көңіліне тиіп кете ме деп қорқасың да. Енді біз өзімді айтайын, аса бір қатты асқынып баратқан ештеңем жоқ. Бірақ актер болғаннан кейін өзіңнің
азаматтық позицияң болған дұрыс деп есептеймін. әрине. Өзіңнің көзқарасың болу керек. Мысалы, қазір бізде қалай сериал, кино деген бағыт, сөздің ашығы коммерция ғой барлығы. Ақшаның маңайында табыс тапқысы келеді. Бізде кино енді дамып жатыр. Кино саласы енді жаңа жанрларға бет алып жатыр. Иә. Бізде жаңағыдай фестивальге баратын фильмдер аз. Бар болса да, олар қалың көрерменге жол тартпайды. Иә, олар фестивальдан қайтады. Фестивальдан қайтады. Оларға баратын жаңағы тек қана кинокритиктер ғана барады. Көрермен бармайды оларға. Сосын айтады ғой жаңағыдай арзан комедия. Арзан әзіл. Иә. Халықтың қабылдауы да енді өзгеріп келе жатыр. Қазір жанрға. Қазір енді халық, мен байқағаным соңғы жылдары комедияға бармайды қазір халық. Мен сол баяғы арзан комедия ғой дейді. Қазір қарап отырсаңыздар, прокатты қарап отырсаңыздар да, шығып жатқан жаңадан фильмдердің кассовый сборы аз болып қалады ойлаған өздерінің межесінен. Басқа жанрлар жақсы жинайды. Иә, басқа жанрлар комедияға қарағанда. Сол енді шүкір. Тек шүкіршіліктен басқа ештеңе айта алмаймын. Өйткені халықта таңдау болды ғой. Бұған дейін тек қана комедия болғаннан кейін барың келсе де барасың, барың келмесе де барасың комедияға деген секілді. Ал қазір комедияға тойған халық басқа жанр шығып жатқаннан кейін басқаларында көргісі келеді. Енді ол да дұрыс. И ол жаңағыдай баланс қой. Иә, бұған дейін Нұрлан Қоянбаевтың айтып келгені дүниесі дұрыс қой. Мысалы, бұған дейін Нұрлан Қоянбаевтың атына талай сын пікірлер айтылды ғой. Сендер неге комедия түсіре берсін, комедияның басқа жанр жоқ па деген секілді. Сол кезде Қоянбаевтың айтқаны бір ойы болды. Түсіріле берсін, көп түсірілсін, тағы да түсіріле берсін. Өйткені көбейген сайын бәсеке артады. Бәсеке артқаннан кейін басқа дүниелер, басқа жаңаша туындылар келеді деген секілді. Жаңағыдай ғой, иә, жаңа комедия көп, одан кейін басқа, сіз айтқандай басқа жанрлар қазір келіп жатыр. Олар орнын басады, кейін баланс сақталатын шығар. Мынау комедияда болады, басқа жанрда болады. Әлі де аз, негізі. Шығарылып жатқан Қазақстандағы фильмдер ма? Фильмдер өте аз. Да? Айына көп болса бір 2-3 премьера болады шығар. Екеуі болатын шығар. Әлі де аз. Сізге осы соңғы шығып жатқан қазақстандық фильмдерден қайсы ұнады? Маған ұнағаны Қайтадан деген фильм шықты ғой. Сол фильм өте қатты. Енді жасаған жұмыстарын, еңбектерін көрсеңіздер, художниктердің жаңағыдай кішкентай нелерден үй құрастырып, ауыл құрастырып, онымен сумен шай деген өте бірінші жанр ғой негізі Қазақстандағы, сондай сәтті шықты. Өз-өзінің еңбектерін бізге де ұнады. Қазір енді ғашықпын саған деген шығып жатыр. Ол да ұнады ма сізге? Ол да ұнады, иә. Жыладыңыз ба, жылаған жоқсыз ба? Жоқ. Жігіттер жыламаған сияқты, қыздар жылаған сияқты. Жылауым қиын шығар, білмеймін. Бірақ көрерменге өтетін фильм, тақырыбы өте мелодрама, жақсы, соңын трагедия ғой енді. Тағы алда шығады. Алда көп фильмдер шығады. Қандай фильмдер шығады? Түстіңіз бе сіз? Жоқ, мен енді бастап жатырмын ғой енді, мен айтқанымдай, әңгіменің басында түсеміз. Біз енді, менің өзім агентпен жұмыс жасаймын. Менің жеке менеджерім бар. Сол сценарийді оқиды, сюжетін қарайды. Егер ұнайтын болса, онда ары қарай бағымызды сынаймыз, ал егер ұнамаса, онда отказ бере саламыз. Негізі осындай пікір бар ғой, жалпы жақсы адамның рөлін ойнау оңайырақ, бірақ жаңағыдай жаман адамның рөлін ойнау, жеткізу, жаңағы сіз айтып жатқандай, ол қиынырақ дейді, халықтың жеткізу. Қарап отырып сен жек көріп кететіндей қылып ойнау, ол қиынырақ деп айтады. Сізге қайсысы ұнайды? Жақсы адам ба, жаман адам ба? Негізі әлемдік статистика бойынша жаңағы зұлым кейіпкерлер өте халықтың сүйіктісіне тез айналады. Есте қалады ғой өйткені. Есте қалады, иә. Қай фильмді алсаңыздар, ол Голливудтікі болсын, ол Марвелдікі болсын, ол Европаның атынан шыққан фильмдер болсын, сол жердегі жағымсыз кейіпкерлер халықтың есінде көп қалады. Сондықтан да жаман кейіпкерді сомдау негізі әр актер
сондай бір рөлді карьерасында көру керек сияқты. Соны сомдап, жеткізіп сол арқылы өзіне пікір алып, сын қабылдап, егер ойдағыдай шығып жатса, әрине көрерменде өзінің кері байланысын береді ғой. Солай ойлаймын. Ал Ғалымжанның арманындағы рөл? Мәссаған. Көп. Арман деген біздің ағайымыз айтатын. Сендерде, ол кісі былай айтатын, сендерде желание жоқ дейді. Сендер қаламайсыңдар дейді. Ал адам қай кезде желание солмайды, ол өлген кезде дейді. Өлген кезде ғана желание солмайды адам дейді. Сол айтқандай, менің арманымдағы рөлдер өте көп. Әр кейіпкерді бір-бір ойнап шыққым келеді. Енді алдағы уақытта болып жатса айтарым. Қазірше құпия болып. Ашпын қазір. Ашпайын қазір. Иә. Жоқ, ашпын. Рөлге ашпын десеңші. Рөлге ашпын дейсің. Иә. Сәттілік серігіңіз болсын. Рахмет. Өзіңіз қалаған, ойлаған барлық мақсаттарыңыз жүзеге ассын деп тілеп кетемін. Санат пен Іңкәрдің арасында сериал барысында көрермендер тағатсыздана күтіп отыр ғой. Негізгі сұрақтардың бірі, екеуінің арасында бала бола ма? Комментарийға көп сұрақ болып Қазір кетті. көп сұрап жүрген сұрақтардың бірі, қойылып жатқан сұрақтардың бірі. Соңында білесіздер. Соңында көп көрермендерден байқаймын, негізі олар түркше нұсқасын көріп алыпты. Сөйтіп, біздің қазақтың нұсқасымен салыстырады. Алға өздерінше спойлер жасайды. Мына серияда біздің сценаристердің, біздің режиссерлердің бір тапқырлығы. Біз енді қазақта тәрбие ұғымында қалай отбасын әйел адам басқармаған ғой. Ал бізде осы түрікке қатты ұқсатып жіберсек, онда біз сынның астында қалып қалуымыз мүмкін еді. Негізі сериалда солай. Жоқ, сериалда қатты кеткен жер болмады. Тек жаңағыдай Райханның өзінің кейіпкердің линиясы, ол көрінеді жаңағыдай. Дастархан басында отырады еркек. Енді оның да өзінің ақтабала болады. Қазақ менталитетіне сай емес дүниелер деп алып тастап, біздің менталитетке сай қылып жасады, иә. Баланс ұстады ғой. Екі жақпен де. Екі жақтан да баланс ұстады. Сұрақ қандай еді? Балалары бола ма? Балалары бола ма, иә. Басты кейіпкерлердің. Басты кейіпкерлерде жаңағы түріктерде спойлер болады дедіңіз, бірақ ол бізге басқаша қылып жасап жатыр дедіңіз. Иә, басқаша қылып жасап жатыр. Енді әр сериалдың соңы хэппи энд қой негізі. Бұл сериалдың соңында бәлкім солай болар. Мүмкін аяқталмай бітіп қалуы да мүмкін. Екінші сезон болып кетуі мүмкін. Сол жаққа, иә. Екінші сезон болып кетуі мүмкін. Мүмкін, әбден мүмкін. Мен қателеспесем, солай бітеді өз сериал. Аяқталмай. Көрермендер толық көріңіздер сол үшін. Көрермендер толық көріңіздер. Іңкәр мен Санаттың арасында бала бола ма? Енді бізге ең ауыр болған сахна жаңағы баласын түсіріп алады ғой екеуі. Сол кезде қатты қиын болды. Кешке қарай таңнан кешке дейін жүріп, ең соңында кешкі сахнаға қойды ол сахнаны. Неге сол қиын сахналарды кешке қояды? Актер шаршаған кезде барлық команда шаршап. Әдейі емес ол жерде. Әдейі емес. Команда ғой бұл жерде. Локация бар. Уақытқа байланысты, өздерінің реттілігі болады. Қай сахнадан кейін, қай сахна жеңіл. Бұл жерге гримға да жүгінеді, костюмға да жүгінеді. Олар енді үлкен процесс қой бұл негізі. Араластырып тастай берсе, өздеріңіз байқасаңыздар, еңліктің, Іңкәрдің жаңағы шаш үлгісі, киімдері әртүрлі, оның жасауға, бір актрисаның бір шаш үлгісін жасауға негізі жарты сағат уақыт кетеді. Ал өйтіп оны күтіп отыратын бұл толық метражды фильм емес, бұл сериал болғандықтан бұл жерде жаңа айтқандай уақыт тез бәрін бітіруге, жаңа шаш үлгісі бірдей сахналарды бірінші түсіріп тастайды. Осы ана сахналарды ол демек бірінші серияда бірінші серияда бірінші шаш үлгісі, содан кейін барып 8-ші серияда бір шаш үлгісі болса, екеуі бірдей болса шамамен. Иә, сол күндерді бірге түсіріп тастайды. Екеуі бірге. Екі сериядағы сахнаны бір күнде түсіреді. Қиын екен актер. Иә, қиын. Ал өмірлік ұстанымыңыз қандай? Өмірлік ұстаным негізі актер
андай ғой негізі, пендешілікке қатты жақын халық қой актерлар деген. Кейде пендешілікке жол беріп қоясың, ағаттық аяғың бір шалынса халық жерге тығып жібереді. Әр қадамыңды нық басу керек негізі актер халқына, актер адамдарға, актрисаларға. Қазір оның үстіне заман, техника дамыған заманда сөз бар, көз бар деген сияқты. Сол менің ұстаным, ең бастысы адам болып қалу керек. Қарапайымдылық деген нәрсе мен үшін өте бірінші орында. Себебі ұстазым Әсет ағамның, Әсет Иманғалидың айтатын бізге берген бір өте жақсы қасиеті қарапайымдылық. Ол кісіде басымда. Андай менсіп, мұрнын көкке шүйіру ол кісіде жоқ. Қарапайым кәдімгідей. Ол кісі өмірде қандай, сахнада қандай, өмірде де солай ғой. Андай адам бөлу, адам ажырату деген ол кісіде жоқ. Жаңағы жұлдыздық ауру дейді ғой. Соған ұшырамасам екен деп қатты тілеймін негізі. Соңғы сұрақтардың бірі, инстаграмыңызды қарасақ 2-ақ фото тұр, басқа фото жоқ. Неге? Бұл өміріңізде жасырын ұстау ма, жоқ әлде көзден қатты қорқасыз ба? Негізі мен көп сұрайды, неге видео салмайсыз, неге фото салмайсыз, неге сториске көп шықпайсыз деп. Мен енді әке-шешемнің берген тәрбиесі солай. Қарапайым бұл балам. Жырбыңда бәр жерде жүргеніңді сала берме, не естіп жүргеніңді, не жеп отқаныңды, қай жерде жүргеніңді. Өзім ондай нәрсеге аулақпын. Ішіп отқан тамағыңды, қай жерде жүргеніңді салу деген нәрсе менің ойымша андай. Қалай айтсам болады? Қалай бар солай айтыңыз, еркін. Сенің өміріңді, сүріп жатқан өміріңді сенен басқа артық ешкім білмейді. Андай жасандылық деген дүние бар ғой. Халықтың көзінен сен керемет идеал болып көрінесің де, ал шынайы өмірде сенің бастан кешіп жатқан өміріңді, оқиғаларыңды халық көріп отқан, жаңағыдай видеодан көріп отқан адамдар білмейді. Мынау керемет өмір сүріп жатыр. Мен достарым бар, кейде сторис салып қаласың, шаршағаныңды деген сияқты. Несіне шаршайсың дейді. Сендердің өмірлерің рахат қой дейді, актерлардың өмірі. Қайдан білсін ана жақта қандай қиындықты бастан кешіп жатқаныңды. 2 сағат, 3 сағат ұйықтайтын кездерде болады ғой. Ұйқысыз түндер, ұйқысыз күндер, уайымдайсың. Актер деген тем более өзі андай уайымшыл халық қой. Оның үстіне рөлге кіру де оңай емес. Тық дегенде техника емес қой. Ойлайды да барлығы экранда, күнде съемка, күнде не. Жылтырап жүрген, жылтырағанның бәрі жақсы деп ойлайды. Негізінде олай емес. Әрине. Бір адамға, сен өзің басқа адамсың. Сен басқа адамға айналу үшін шынымен де болмысыңмен бүкіл сезіну керексің ғой. Жаңағыдай бір кнопканы басса чық деп ауыса салмайсың. Сондай. Сосын өзімнің тарапынан бір айтарым көрермендерге, бізде бұрыннан бар ғой негізі. Неге қазақтың актерлары жасанды сөйлейді дейді. Экранға, телеарналарға шығатын сериалдарға. Олар енді мемлекеттің тапсырысымен түсіріліп отқан сериал болғаннан кейін, мысалы көбінесе бізде өмірмен жаңағы нені шатастырады. Өмірдегі тілмен экранға шығатын тілдің екеуінің айырмашылығы жер мен көктей негізі. Сен өмірдегі қалай сөйлегендей экранға өтіп шыға алмайсың. Ол жерде әдеби, кәдімгідей талай редактордан өтеді ол сценарий. Солай сөйлеген міндеттісің. Сен түсірілім барысында 2-3 редактор отырады, әр сөзіңді, әр өтіріңді бақылап. Солай сөйлеуге мәжбүр боласың. Жат болады ол. Өйткені ол тәрбие құралы болғаннан кейін, емін еркін аузыңа келгенді сөйлеп айта алмайсың. Ол мемлекеттік телеарна. Сол көрермендер сол үшін айтады, неге жасанды сөйлейсің, неге әдеби сөйлейсіңдер деп. Осы нәрсе бізде көп андай түсініспеушілік экран мен көрермендердің араларында. Ол жеке қаржыға түсірілген коммерциялық кинотеатрдағы кино болса,
оған Тіл еркін. әркім өз еркі. Иә, Ал мұнда коммерциялық- мемлекеттік телеарна болғаннан Иә. кейін жаңағы сіз айтып отқандай шынымен де оны үлкен де көреді, кәрі де көреді, кіші де көреді. И ол- коммерциялықтар да кейде асыра сілтеп жібереді. Асыра Жаңағы сілтеп жібереді, иә, сол сөздерді нәрсе. қатты қосып жіберетіндер бар. Сол нәрсе құлаққа түрпідей тиеді. Түріп етеді, иә. Иә. Боғауызды ойлайды ғой, бір керемет сөйлеп жатырмын деп. Иә, ана боғауыз сөйлесе бандиттердің несі Иә, өмірдегідей сөйлеп жатыр. өмірде сондай болады деп. Иә. Жақсы, үшеумізден басқа ақылды адам жоқ екен. Иә, барлығы мына сын айтып кеттік. Жақсы, осы жерден доғарайық. Соны Алматыдан ат терлетіп келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет шақырғандарыңызға тағы да. Сіздерге де сәттілік, жұмыстарыңыз алға басып, қаралымдарыңыз миллион жинай берсін не дейін. Рахмет. Иә. Сол? Рахмет сізге де келгеніңізге, шақыруымызды қабыл алғаныңызға. Өнер жолыңыз сәтті болсын, ашық болсын. Жолыңызда гениальный режиссерлар жолығып, сізде бір керемет Айтқаныңыз келсін. жетістіктерге жете беріңіз. Иә. Оскар алатын фильмге түсіңіз. Ой, сол негізі. Сол Оскар алатын қазақ режиссері фильм түсірсін. Бұйырса. Айтқаныңыз келсін. Ол күнге де жетеміз. Иә, ол да алыс емес, ауыл Алыс емес, иә. Иә. Әділхан Ержанов деген өзіміздің режиссер ағамыз бар. Өнерде шектеу жоқ. Фестивальдерге, шетелдерге шығып жүрген. Қазақстан келе жатыр. Сол бағытқа қарай. Шетелге шығатын енді керек қой бізге де Оскар. Иә, керек. Артық етпейді бізге Оскар. Иә. Жақсы. Құрметті көрермен, осымен Леп подкаст өз мәресіне жетті. Алдағы уақытта дәл осы студиядан кімді көргіңіз келеді, жазыңыз. Өйткені алдыңғы подкастта сіздер Ғалымжанды қолқа салып сұрадыңыздар. Біз алып келген өзі келді негізі. Жақсы, қайта қауышқанша аман сау болыңыздар.